Қайырлы күн достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге артық төленген немесе қате төленген салықтарыңызды, налогтарыңызды возврат жасайтынды көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіз. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Ең алдымен ЭЦП күліштарыңызбен осылай кабинет налогоплательщикаға кіріп аласыздар. Бұл тәсілмен сіздер әлеуметтік салықтарды, табыс салықтарын, көлік салығын және үй немесе жер салықтарын және административный правонарушение жасаған болсаңыз, осылай возврат жасап алсаңыздар болады ақшаларыңызды. Лицевой счетқа кіресіздер. Ең алдымен сіздер бұл жерде код деген керек болады. Және лицевой счеттағы КБК номерлерді көріп, қанша ақша тұрғанын көріп, және қандай ақшаны возврат жасайтындарыңызды көріп аласыздар. Осы жерде міне бізде 91.570 теңгені қайтарамын. Міне КБК номер 101.202-ден және 21.15 код, осылар керек болады қазір маған. Енді налоговый заявление бөліміне барасыздар. Төменге қарай түскен кезде за счет и возврат деген бөлімнің ең бірінші тұрған за счет возврат дегенді таңдайсыздар. Келесі сіздерге осылай басты бет шығады. Бірінші, екінші, үшінші разделде өздеріңіздің данныйларыңыз тұрады. Мен оны көрсете алмаймын данныйларды, өйткені YouTube маған рұқсат бермейді. Енді сіздер төртінші разделден бастап толтыратын боласыздар. Бұл жерде причинаны таңдайсыздар. Не үшін возврат жасап жатырсыз дегенде. Енді ошибочный уплаченный сумма деген таңдайсыздар. Б пунктын таңдайсыздар. Келесі раздел сіздерде 5-ші раздел. Бұл жерде сіздер ақшаларыңызды возврат жасап жатқандықтан возвратты таңдаймыз. Қазір біз возврат жасап жатырық. Енді сіздер зачет тапсыратын болсаңыздар, зачет дегенді таңдайсыздар. Зачетті қандай уақытта таңдайсыздар? Налогқа салған ақшаларыңыз басқа ауданға түсіп кетті, сол кезде осылай зачет таңдап, немесе басқа КБК-ға түсіп кетті сіздің налогтарыңыз, соны осы жерде зачетті таңдап дұрыстап алсаңыздар болады. Бізде қазір возвратты таңдаймыз. Одан кейін 6-шы разделде ештеңке толтырмайсыздар. 7-ші разделге келіп данныйларыңызды толтыратын боласыздар осы жерде. Ең алдымен қандай банкпен төлем жасадыңыздар налогқа, соны таңдайсыздар. Код банка деген жерге, осы жерге қандай банкпен жаздыңыз, төледіңіздер, соның атауын жазасыздар. Бізде міне Каспий банк, Каспийді таңдаймын. Сосын выбрать таңдаймыз. Одан кейін номер счета деген жерге, бұл жерде сіздер міндетті түрде ИП-ның счеты болу керек. Каспий Пей немесе Народныйдан ашылған ИП счеттары, соларды осы жерге номер счета деген жерге жазасыздар. Ең бірінші тұрған жерге. Одан кейін номер удостоверения личности деген жерге нелеріңізді жазасыздар. Удостоверениенің артында тұрған номерді жазасыздар. Сосын дата выдача деген жерге қай күні берілді удостоверение, сол күнді жазасыздар. Одан кейін орган выдающий документа деген жерге Министерство внутренних дел РК дегенді таңдайсыздар. Осылай таңдап барлығын толтырып болған соң, айтылған жерді ғана толтырасыздар, одан артық ештеңке толтырмай қойсаңыздар болады. Бұл тек возвратта. Одан кейін сіздер екінші страницаға баратын боламыз. Барлығын қатесіз, барлығын міндетті түрде бір тексеріп аласыздар. Одан кейін екінші страницаға баратын боласыздар. Бұл екінші страницада код орган государственных доходов деген жерге ОГД номеріңізді жазасыздар. Оны мен жаңа лицевой счетта айттым, осы жердегі код керек болады деп. Және бұл қай ауданға ақшаларыңыз түскен, сол ауданның кодын жазасыздар, ОГД номерін яғни. Сол жерде мен көрдім 21.15.01 деп тұр. Тура соны осы жерге алып келіп жазасыздар. Сол кезде сіздердің аудандарыңыз, қалаларыңыз, ауылдарыңыз барлығы шығады. Лицевой счеттан алған кезде ғана. Менде қазір бұл таразға төлеген 21.15.01 деп тұр. Мен соны ОГД таразды таңдаймын да, және выбрать дегенді таңдап, келесі страницаға баратын боламыз. Келесі 4-ші приложениенің 1-ші страницасына барасыздар. 1-ші, 2-ші страницаны толтырып қойдық. Енді 4-ші приложениенің 1-ші страницасына барасыздар. Енді бұл жерге КБК номерін жазасыздар. 101.202. Жаңа лицевой счетта айттым. 101.202-ның 91.750 теңгесін қайтарамын. Осы жерге КБК номерді жазасыздар. Одан кейін сумма налога деген жерге
қанша теңге ақшаны қайтарып жатсыздар, соны жазасыздар. 91.750 теңгені мен қайтарып жатырмын. Осы жерге жазамын. Сумма деген жерге. Одан кейін төртінші приложениенің екінші страницасына барамыз. Енді бұл төртінші приложениенің екінші страницасына кіресіздер. Бұл жерде бин аппаратын жазасыздар. Бин. Оны жаңа листовой счеттан көрдіңіздер ғой, код деген жерде. Соны осы жерге жазасыздар. Міне осы жерде код деген тұр. Міне бізде 21.15.01 деп тұр. Осыны жаңағы бин аппаратына апарып жазасыздар. Міне осы жерде жазған кезде өздеріңіздің нелеріңіз шығады, қалаларыңыз шығады. Сосын выбрать деп таңдап. Алтыншы приложениеге тиіспейсіздер, соңындағы приложениеге барасыздар. Соңында тұрған приложениенің бірінші страницасына барасыздар, өзі біреу-ақ страница. Енді осы жерге КБК номерлеріңізді жазасыздар. 101, 202 жаңағыдай. Сосын выбрать дегенді таңдайсыздар. КБК номерді жазып, выбрать таңдап. Тура алдындағыдай. Енді осы жерге қайтаратын суммаңызды жазасыздар. Менде 91.750 теңге қайтарып жатырмын. Осыны жазасыздар осы жерге. Тура алдындағыдай сумма дегенге суммаларын жазасыздар қайтаратын. Одан кейін барлығын толтырып болғаннан кейін проверить заполнение деп заявлениені бір тексеріп аласыздар. Ошибка жоқ па барлығын. Міне бізде ошибка нет. Окейді басасыздар. Әрі қарай отправить вводны баса бересіздер. Осыны басқан кезде ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып жібересіздер. ЭЦП ключтарыңыздың парольдарын жазып отправка жасай бересіздер. Осылай заявлениені налогқа возврат жасайсыздар осылай. Міне осылай на жерге введите пароль деген жерге парольдарыңызды жазып, окей дегенді таңдап, выбрать таңдайсыздар. Енді окей дейміз, успешно завершена міне отправка. Енді налоговый заявление бөліміне барасыздар. Сіздерде заявка кетті ма, соны көресіздер. Енді төменге қарай түскен кезде найти дегенді басасыздар. Міне осы жерде сіздердің жіберген заявкаларыңыз тұрады. Действие деген жерге сіздерге жауаптар келеді. Дата, время, получение ответа деген жерге қай күні сіздерге ответ келді, сол жерге ответ келген күні сол жерде тұрады. Действие деген жерге. Міне осылай возврат жасай бересіздер.